Эрика Олбрайт жеңілтек қыз. Ата-анасы оның тегін бекер ауыстырып тастаған жоқ. Жалпы Бостонда оқитын қыздардың ешбірі жетісіп тұрған жоқ. Байқадыңдар ма? Сыртынан қарасаң дене бітімі келісті қыз сияқты. Шынтуайтына келгенде семіздігін көрсетпей тартып тұратын киімдер киетінін анық білем. Сондықтан сене бермеңдер. Шынын айтса түрі де тартымды. Ұмыту оңайға түспейтіні анық. Ол үшін бірдеңемен шындап айналысуым керек. Мойындаймын, өзімде кішкене артық кеттім. Бүгін сейсенбі сағат әлі 10 болған жоқ, ал мен сыралатып отырмын. Қазір мониторымда Коркингтің адамдарының бейнесі тұр. Мәссаған. Билли Олсон бұл суретті үй жануарымен қатар қойып дауыс беру керек дейді. Мынауың ақыл екен, Олсон мырза. Иә, біз сөйтеміз. Бірақ үй жануарын емес, екі адамды қатар қойып салыстырамыз. Адамдардың бейнесінің рейтингі кімге де болса қызық. Кімді де болса елең еткізеді. Алдымен бізге 40 сурет қажет болады. Өкінішке қарай Гарвардта оқитындардың суреті еш жерде жинақталмаған. Сондықтан әр жерден бір жұлып сурет жинауға тура келеді. Ол үшін біраз сайтқа баса көктеп кіру қажет. Коркингте бәрі ашық тұр. Жинақталып жүйеге салынған. Біраз еңбектенсек сурет альбомын толық көшіріп аламыз. Қиын шаруа емес. Ал енді Эллиот. Оларда ашық тастапты. Бір жаманы индекс файлы жоқ. Бірақ мен іздеу салдырамын. Ол маған бәрін өзі көшіріп береді. Сосын бетті сақтап қоям. Қалғанын Mozilla өзі тындырады. Қолға түсірдік, келесі шаруаға өтейік. Кешірім өтінем, ханымдар мен мырзалар. Бүгін біз қайда жиналдық? Сіздер қазіргі еліміздегі ғана емес, әлемдегі ең беделді клубтың қатарындасыз. Күзгі маусымдағы Феникс клубының алғашқы мерекесіне қош келдіңіздер дегім келіп тұр. Қауіпсіздік мәселесіне көп күш салмайды. Сайтқа кіру үшін логин мен пароль сұрайды. Ғылыми факультеттің орталық қорына кіре алады деп ойламаймын. Сондықтан менің ұрлағанымды анықтай алмайды. Қауіпсіздік жүйесінің осал тұсы да осы жерде. Әр бетке 20 рет қатар іздеу салу керек болады. Бірақ біз Lowell'де пайдаланылған скрипт аламыз. Сонымен бәрі шешіледі. Queens'те пайдаланушылар деген бөлім жоқ па? Өкінішті. Қолдан келер шара жоқ. Ал Дастерлер өте сақ келеді. Олар тіпті ақпараттарды бөліп те салмаған, іздеу салуға тура келеді. 20-дан артық ақпарат табылса, ол бізге ештеңе көрсетпейді. Болған күннің өзінде мекен жайын көрсетпейді. Біздің киномыз басталды. Не? Бері жайғасыңдар. Рахмет. Флеверлердің мәселесі жеңіл. Бұл жерге бос пернені басып іздеу салып, барлық студенттер туралы ақпарат алуға болады. Бір өкініштісі, бір суреттен ғана қарай аласың, бірақ мен 500 бет салам. Иә, бұл сайтты бозып кіруге де тура келеді. Дайын. Жағдайларың қалай? Дер кезінде келді. Маған қажет нәрсе Эдуарда да бар еді. Қалың қалай, Марк? Жақсы. Эрика мен ренжісіп қалдыңдар ма? Оны кім айтты? Жеке блогынан оқыдым. Иә. Көңіл күй қалай? Көмегің қажет болып тұр. Мен дайынмын. Маған сенің шахмат ойынына арналған алгоритмің керек. Оны қайтпексің? Сұлуларды салыстырмақпыз. Ашық түрде ме? Иә. Жақсы ойлап таптым деп тұрсың ба? Маған алгоритм керек. Марк. Маған алгоритм керек. Әрбір негізгі рейтингке 4 санды тіземіз. А таңбалы қыздың рейтингі Р көбейтілген А болады. Ал Б таңбалы қыздың рейтингі Б-ға көбейтеміз. Яғни екі суретте рейтингі жоғары тұрған қыз жеңеді. Солай ма? Міне. Оң жақтағысы. Оң жақтағы? Әрине. Сілтемесін кімге жібереміз? Вайверге? Нилге. Кімге жіберіп жатсың? Бәрібір емес пе? Мәселе олардың кімге жіберетінінде болып тұр. Солай.
Кім әдемі? Сол жақтағыны бас. Сол жақтағыны. Кім әдемі? Сол жақтағы ма, оң жақтағы ма? Сол жақ, оң жақ. Я. Сол жақ, оң жақ. Бұл менің көршім ғой. Әрине оң жақтағы. Оңбағандар. Оң жақ. Сол жақ. Сол жақ ба? Су айт. Сені жазыпты. Блог жазыпты. Қайтесің, оқымай-ақ қой. Сол жақтаға. Хасылудың өзі. Сұмдық. Трафик қатты кетіп жатыр. Ушып кетпей тұрғанда жауып тастасақ қайтеді. Алло? Тоқта, не дейсің? Таңғы сағат 4-те ме? Брукс мырза, Кёрклингтегі трафик сұмдық кетіп жатыр. Таңғы 4-те үнемі солай болады емес пе? Білесіз бе, суперкубок ойында да мұндай көрілім болмайды. Жарайды. Мен кеттім. Не боп қалды? Гарвардтың интернеті жарлайын деп тұр. Біз үшін өшірді ме? Иә. Басқа компьютерден тексеріп көріңдер. Интернет жоқ. Өшіріп тастапты. Мүлде жоқ. Сәйкестік пе әлде біз үшін өшірді ме? Сәйкестік емес. Құрыдақ дей бер. Әкімшілікке шақырды дейсіз бе? Жоқ, олай болған жоқ. Яғни шақырған жоқ қой. Жоқ, мен басқа нәрсені айтып отырмын. Эрика Олбрайт екеуміз мейрамханада отырдық. Соның сөзі ғой. Оның да пікірін оқыдым. Оның пікірін сұраудың қажеті қанша еді? Кешіріңіз, бірақ ол біздің шаруамыз. Ол мені ақымақ көріп орта жолда масқара еткісі келген білмейді дейсіздер Қарсы ме? болмасаңыздар үзіліс жасайық. 4 қабырғаға қамалып отырғанымызға 3 сағат болды. Сіздер де Цукерберг мырзаны мойындатамын деп әлекке түсіп кеттіңіздер. Қалай десек те, ол бәрін ойдан шығарды. Оқуға қабылданарда ант берді емес пе? Демек біреу өзінің антын бұзды. Екі сағаттың ішінде 2000 адам қараған ба? 22 мың. Не? 22 мың рет. Мәс саған. Сайыс жалғасып жатыр.